Қайырлы күн, 8-ші сынып білім алушылары. Дүниежүзі тарихы пәнінен қарастыратын кезекті сабағымыздың тақырыбы екінші дүниежүзілік соғыстың қорытындылары мен сабақтары қандай болды деп аталады. Сабақтың барысында сіздермен бірге екінші дүниежүзілік соғыстың нәтижесі мен салдарынан адамзат баласы сабақ ала алды ма деген сауалға жауап іздейтін боламыз. 1945 жылдың 2 қыркүйегінде Жапонияның сөзсіз Дзебуку актісіне қол қоюымен екінші дүниежүзілік соғыс аяқталды. Жеңіліс тапқан елдерде диктаторлық режимдер құлатылып, әлемде ұлтшылдық пен нәсілшілдіктің таралуын мәңгілікке тоқтату үшін шаралар қабылданды. Антигитлерлік коалиция елдері жеңіске жетті. Бірақ бұл жеңістің құны ауқымдылығымен таң қалдырды. Осынау жаһандық соғыс қақтығысына жер шары халқының шамамен 80% немесе 1,7 миллиард адам тартылды. Ұрыс қимылдары бірінші дүниежүзілік соғыс кезеңімен салыстырғанда 5 есе көп аумақтарды қамтыды. Соғыс барысында қаза тапқандардың саны 65 миллионнан асты. Оған әскери қызметкерлер мен бейбіт тұрғындардың шығындары да кіреді. Басып алынған аумақтарда 12 миллионға жуық адам босқынға айналды, немесе олар туған жерінен тысқары аймақтарға күшпен көшірілді. Миллиондаған адамдар фашистік концлагерлерде азаптаулардан, медициналық тәжірибелерден және ауыр қанаудан көз жұмды. Өлім конвейерлерінде фашистер тұтас халықтарды, әсіресе еврейлер мен сығандарды жоюмен айналысты. Жаппай құртып жіберу үшін бір уақытта 2000 адамды өлтіре алатын газ камералары мен газ крематорийлері қолданылды. Мысалы, Польшаның аумағындағы Освенцим концлагерінде шамамен 4 миллион тұтқын өлтірілді. Осындай трагедияны болдырмау мақсатында одақтық бақылау кеңесі құрылып, Германия мен Австрия мемлекеттерінің барлық саласын нацистік ықпалдан тазарту бойынша шаралар қабылдады. Нацистік Германияның әскери қылмыскерлеріне қатысты сот процестері өткізілетін адамдар тобы анықталды. Яғни 1945 жылғы 20 қарашадан 1946 жылғы 1 қазанға дейін Нюрнберг процесі, Жапонияның әскери қызметкерлерін соттау үшін 1946 жылғы 3 мамыры мен 1948 жылғы 12 қараша аралығында Токио процесі өтті. Соғыстың материалдық шығындары да аса ауқымды болды. 20 ғасырдың бірінші жартысында соғысқа дайындыққа, соғысты жүргізуге және елдерді соғыстан кейін қалпына келтіруге шамамен 4,7 триллион ақш доллары жұмсалды. Соғыс шығындары ең алдымен соғысушы елдердің экономикаларын милитаризациялаумен байланысты болды. Антигитлерлік коалиция елдерінің Потсдамдағы конференцияларының шешімдеріне сәйкес әлемде елеулі аумақтық өзгерістер орын алды. Нацистік блок елдері басып алған барлық жерлерінен айырылды. Германия мен Австрия 4 бөлікке, ақш, Англия, Франция және Кеңестер одағының ықпал ету аймақтарына бөлінді. Соғыс аяқталғаннан кейін Германияда көптеген әскерилер, қару-жарақ, оқ-дәрі, әскери техника және әскери өндіріс нысандары қалды. Одақтық бақылау кеңесі одақтастарға Германияны дереу қарусыздандыруды тапсырды. Қарусыздандыру мен әскери кәсіпорындарды бөлшектеуді Кеңестер одағы өз аймағында жылдам жүзеге асырды. 3 батыс аймақта бұл процесс баяу жүрді. Әскери зауыттар толық жойылған жоқ. Олардың көпшілігі бейбіт өнім шығаруға көшірілді. Монополиялық ұйымдарды тарату да біркелкі жүргізілген жоқ. Кеңес аймағында нацистік кәсіпорындар мемлекет меншігіне алынды. Ал батыс аймақтарда ірі компаниялар өз мәртебесін сақтап қызметін жалғастырды. Германияның саяси институттарын демократияландыру ең күрделі әрі қайшылықты процесс болды. Барлық бөлшектелген аймақтарда түрлі саяси партиялар пайда болып, антифашистік үгіт-насихат белсенді жүргізілді. Алайда басқыншы үкіметтер демократиялық өзгерістерді өз мүдделері мен демократия туралы түсініктеріне сүйене отырып жүргізді.
Батыс аймақтарда бұл процесте шіркеу, кино, радио және баспасөз маңызды рөл атқарды. Оккупациялық әкімшіліктер Гитлер билігі кезінде шетелде болған неміс саясаткерлерін қолдады. Ал кеңес аймағында барлық саяси партиялар антифашистік демократиялық блокқа біріктірілді. Блок қызметі бірауыздылық қағидасы бойынша жүзеге асырылуы тиіс болғанымен, билікті толықтай коммунистер иеленді. Екінші дүниежүзілік соғыс әлемдік аренадағы күштер тепе-теңдігіне елеулі өзгерістер әкелді. Соғыста жеңілгеннен кейін Германия, Италия және Жапония жетекші державалар мәртебесінен айырылды. Англия мен Франция уақытша әлсіреп, ақш-тың қаржылық көмегіне тәуелділігі артты. ақш-тың беделі әскери және экономикалық әлеуетінің жоғары болуына байланысты айтарлықтай артты. Сонымен бірге фашизмді жеңуге шешуші үлес қосқан кеңестер одағының да беделі нығайды. Көптеген елдердің қоғамдық саяси өмірінде маңызды өзгерістер орын алды. Халық санасында соғыстың барлық ауыртпалығы капиталистік қоғаммен байланыстырылды. Жеке меншік иелерінің мүдделерін қорғаған оңшыл партиялардың рөлі азайды. Олардың орнына жаңа оңшыл партиялар келді. Бұлар Италия, Германия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург және Франциядағы христиан демократиялық партиялар еді. Олар мемлекеттің экономиканы реттеуіне қарсы болмады және осы елдерде Кейнс моделінің дамуына ықпал етті. Солшыл партиялардың да рөлі өсті. Мысалы, Шығыс Еуропа елдерінің үкіметтеріне социал-демократтар мен коммунистер кіріп, жалпыға ортақ теңдік идеяларын насихаттады. Тапсырма: тыңдалған ақпаратты ой елегінен өткізіп, төмендегі кестені толтырыңыздар және топта талқылаңыздар. Тапсырма: Үшінші дүниежүзілік соғыста адамзат баласының қандай қаруды қолданатынын білмеймін, бірақ төртінші дүниежүзілік соғыста олар қолдарына таяқ пен тас ұстап шайқасады деген ғалым Эйнштейннің болжамы төңірегінде пікірталас ұйымдастырыңыздар. Үйге тапсырма: сіздің ойыңызша адамзат баласы алдағы уақытта үшінші дүниежүзілік соғысқа жол бермеу үшін не істеуі қажет деген сұрақ төңірегінде эссе жазып келіңіздер.